Birinchi Amanda Salariya sabab başlamasından beri. Kan başlat. Öte tamamı balar. Kan balar. Kendi çatı şinger kurayım. Kan? Şuradan. Kan şinger kuramiz. Мен қолындағы шарды бір-бірден алып, топқа бөлінеміз. Тұрғауай. Ағай, келе ол. Кәне? Тұрамыз. Бір-бір шардан аламыз, топқа бөлінеміз. Әрбір ұяшық түсіне қарай салынсын. Доптар түсіне қарай салынсын ұяшыққа. Өзің ұяшыққа Жарай, отырыңдар, қан? Сам орын, мына, отырау. Трайник отырамыз. Жақсы, қан? Оқушы тәртіпті болу керек, е балалар? Көңіл күйлерің қалай балалар? Сабаққа дайынбыз ба? Өте тамаша. Балалар, біз қазір математика сабағын бастаймыз. Математикада біз көп сандарды білеміз, е? Тура және кері санауды білеміз, е? Біз енді алдымен топқа бөлініп алдық. Топтың атауын құрайықшы. Сендер қалай аталасыңдар? Түсіне қарай айтсаңдар. Ақтар тобы, е? Ақтар тобы. Ал сендер көктер тобы. Ал сендер жасылдар тобы. Өте керемет. Ал енді балалар, маған айтыңдаршы. Біз онға дейін тура және кері санай аламыз ба? Маған бір-бір баладан, әр топтан бір-бір бала шықсын. Бірден бастап 10-ға дейін тура санап берші маған. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-ден кейін? 7, 8, 9. Керемет, отыра қой. Адияр, енді сен оны 10-нан 1-ге дейін кері санап. Рәне, марапатыңды ала қызым. 10-нан бастап кері санап. 9-9'dan емес, 10'dan бастап. 10, 9, 7, 8, 10. Ойла, кәй? 7. 10'dan бастап. Баса. 10, 9, 7. 7 мұныз? 8. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Керемет, отыра қой, әдет, тұлшан қала қой. Ал енді Бекнұр, маған айта қойшы, тақсандар. 1, 3, 6, 5, 7, 10. Керемет жауап, керемет. Қосыламыз ба балалар? Өте керемет. Балалар, біздің бағалауымыз бүгін жұлдызшамен бағаланады. Ал енді балалар, мен жаңа тақырыпты бастағым кеп тұр. Бастамай тұрып, біздің Аймектеп сайтынан бір керемет видеоны көрейік. Ал, кетті. Құят қараймыз. Аймектеп. Aman ağa, biz bugün matematika sabahında mına figuralarda öttük. Оларды геометриялық фигура дейді екен. Дана, геометриялық емес, геометриялық фигуралар. Иә, геометриялық. Осы фигуралар қалай сызылады екен? Үйреніп алдың ба? Иә, сызып көрсетейік пе? Қане, көрсете ғой. Төртбұрыштан бастаймын. Оны сызу үшін алдымен 4 нүкте қоямын. Осы нүктелерді кесінділермен қосамын. Міне, 4 бұрыш шықты. Дұрыс, Дана. Жақсы түсіндірдің. Ал енді жан-жағыңа қарашы. Осы бөлмеде 4 бұрыш заттар бар ма? Тапшы. Ана қабырғада ілулі тұрған кесте, сөре, парта, кітап, бәрі 4 бұрышта. Дұрыс, Дана. 4 бұрыштың да түрлері бар. Мысалы, тік 4 бұрыш. Оның
қарама-қарсы қабырғалары тең болады. Ал барлық қабырғалар тең болатын тік төртбұрыш шаршы деп аталады. Қабырға ол төртбұрыштың қай жері? Қара, төртбұрыш салу үшін сен қанша нүкте салдың? 4. Дұрыс. Бұлардың араларын қосқан кезде бұл нүктелер бұрышқа айналады, ал нүктелерді қосқан кесінділер қабырға деп аталады. Міне, барлық қабырғалары тең тік төртбұрыш шықты. Мұны шаршы дейді. Үшбұрышты да осы тәсілмен салуға болады. Үшбұрыштың қабырғалары мен бұрыштары. Жақсы, Дана. Тағы не салдың? Дөңгелек. Тамаша, Дана. Енді мына суреттерге қарап, олардың қандай фигуралардан тұратынын айтып берші. Мына жерде қыздың суреті бар, мына жерде үйшіктің суреті бар. Қандай фигуралардан құралған? Кім айтады? Қол көтеріп жауап беріңіз. Айдия, сол жерден тұрып жауап береді. Дұрыс. Дұрыс. Тумалақ емес, қалай айтылады? Шеңбер. Отыр, жақсы, жарайсың, керемет жауабың. Енді, балалар, енді тақтаға қараймыз. Енді біз жаңа сабақтан не үйрендік? Соны талқылайық. Кәне, маған кім шығарды тақтаға? Мен. Келе ғой, Еркежан, Мирас, келе ғой, сен де келе ғой. Нұржолдас, келе ғой. Өте тамаша. Енді, былай тұрып алайық, иә? Тұрып алдық. Енді балалар, мына жерде пішіндер, керемет пішіндер бізге қонаққа келді. Еркежан, айта қойшы, бұл қандай пішін? Тік төртбұрыш, дұрыс па балалар? Иә. Керемет. Кәні, тік төртбұрыштың қанша бұрышы бар екен? Көрсете ғой. Көрсетеміз. Бұрыштар ма сол? Ойлап. 1, 2, 3, 4. Керемет, дұрыс па? Иә. Дұрыс. Ала ғой. Жұлдызжан. Керемет. Енді, ал Мирас, айта қойшы маған, бұл қандай пішін? Шеңбер, иә? Шеңбер. Шеңбердің бұрыштары бола ма? Көрсетші, жоқ екен. Шеті бола ма? Шеті бола ма? Шеті бола. Ал бұрыштары? Жоқ. Керемет жауап, өте дұрыс. Ала ғой Жұлдызжанды. Ал Нұржолдас, маған айта қойшы, бұл қандай пішін? Үш бұрыш, иә? Даусың шығарып айтамыз. Үш бұрыштың қанша бұрышы бар? 1, 2, 3. Керемет. Дұрыс па балалар жауабы? Тамаша. Кәне, тамаша. Рахмет. Отырамыз. Ал енді балалар, мен сендерге мынандай керемет жұмыс алып келдім. Бұл жұмысымыз жұптық жұмыс деп аталады. Нұржолдас. Мысалға, Адият пен Еркежан екеуі бір жұмысты атқарады. Бұл жерде пішіндерді дұрыс тауып жабыстыруымыз керек. Бастадық балалар. Жылдам орындаймыз, шуламаймыз. Кәне, шуламаймыз. Иә? Таласпаймыз. Кәне, қай топ болды? Мен. Өте керемет. Көп тобы. Әлі біткен жоқ. Бір қызымыз. Керемет. Мирастың жолда сенікі де дұрыс. Кәне, әлі қыздарымыз бітпеп қой. Раяна, сенікі де дұрыс, тамаша. Кәне, жылдамдатамыз. Кәне. Сенікі де дұрыс. Онда дұрыс. Жұмыстарын дұрыс орындалыпты. Раяна, де дұрыс. Және күлесің, е? Жақсы. Керемет жұмыс. Еркежан аға, жақсы. Керемет. Енді балалар, бір сергі балар, е? Кәне,
мен айламын, мен міне осындай пішіні. Мен қоңыз, мен картоп, аяқпенен топ. Бірақ балаларға әртүрлі тапсырма беріледі. Бір-бірімізге қарамаймыз, әр бала өзі жеке орындау керек. Қаламдарымызды аламыз. Әр балаға түрлі тапсырма беріледі. Салыстырамыз пішіндерді. Қайсы көп келді ба? Қайсысы көп, қайсысы аз. Қайсы көп болған белгілер қаратамыз ба? Бәріміз білеміз. Бәріміз жеке орындаймыз. Тоқтаңдар. Мен баста дегенімізде бірдей бастаймыз, соңында әділ болады. Мен жатқан тұрам. Апай баста келіп қой. Кәне, 1, 2, 3 алып кеттік, бастадық. Санын жазыңдар, фигуралардың санын жазыңдар. Фигураның санын жазамыз. 4 болса астына 4, 5 болса 5 деп санын жазамыз. Кәне, мен бабалауға кеттім. Кім бұл? Қолын көтерсін? Мен. Еркежан. Керемет. Дұрыс. Асылай, Айсұлу, дұрыс. Надия, керемет. Дұрыс. Орындалмаған мына жерде санын жаз. Керемет. Мені дадым. Мына жерде салыстыр. Қайсысы көп? Керемет. Дұрыс. Жарайсың. Дұрыс. Асылай, жылдамдар. Керемет. Кәне? Мына жерде нешеу? 5 дұрыс. Жастайсың ба енді? Толық орындалсын. Тапсырма толық орындалу керек. Жол шығып. Мына жерде салыстыр. Керемет. Кәне? Болдық па? Болдық. Не болады? Ал, енді дұрыс. Керемет. Дұрыс. Тамаша. Низар болды ғой. Низар. Мына жерде салыстырса, үлкен немесе кіші болған ғой. Үлкен немесе кіші. Кәне балалар, келесі тапсырманы орындайық. Мен сендерге қазір мынандай жіп беремін. Бұл жіптер пішіндер топ бойынша құрастырасыңдар және қорғайсыңдар. Түсінікті ма тапсырма? Міне, Нұржолдастың тобына қызыл жіп, Ерастың тобына көк жіп, ал Адияттың тобына сары жіп. Ал енді тапсырма былай. Адият, кез келген пішінді құрастырыңдар. Кез келген пішінді құрастырыңдар. Мирас, сендер 3 бұрышты құрастырыңдар. Ал сендер шашыны құрастырыңдар. Шашы. Шашы. Болмаса 4 бұрыш. Ал құрастырамыз. Қай топ дайын?
машинада атын айтамыз. Балалар шуламаймыз. Төрт бұрыш, иә? Дәлелде, төрт бұрыш екенін дәлелдейміз. Қане бұрыштарын санаймыз. Керемет. Қабырғалары нешеу? Керемет жауап. Өте керемет. Керемет жауап. Әрбір қатысушыға бір-бір жұлдызшадан. Керемет жауап. Жақсы. Топтық жұмыс керемет орындалды. Ал сіздерді кім қорғайды? Кепнот айта ғой. Бұл қандай пішін? Үш бұрыш екен дәлелдейміз. Қанша бұрышы бар? Үш бұрышы. Қанша қабырғасы бар? Керемет жауап. Әрбір қатысушыға бір-бір жұлдызшадан. Ал енді Нұржолдасын болғын көреміз. Нұржолдас, бұл қандай пішін? Төрт бұрыш болмаса шаршы, иә? Шаршы. Шаршының қанша қабырғасы бар? Шуламаймыз. 2, 3, 4. Раяна қорғайды ма? Раяна, қанша бұрышы бар? Шаршының? Қабырғасын көрсетші. Қолымен ұстап көрсетші қабырғалар қайсысы? Керемет жауап. Әрбір қатысушыға бір-бір жұлдызшадан беріледі. Және, ал енді балалар, сабақ түсінікті болды ма сендерге? Түсінікті болса, біздің ең соңғы бөлімімізде рефлексия. Бұл рефлексияда заттар мен пішіндерді сәйкестендіреміз. Мынау сол жағында заттар тұр, оң жағында пішіндер тұр. Сол заттарды сәйкестендіріп, тура жасап, соңында мына жерде смайлик бар ғой, смайлигіміз. Сол жерге сабақ ұнаған болса, күліп тұрғанын жасап қоясыңдар. Ал егер сабақ ұнамаса, мұңайып тұрғанын жасап қоямыз. Жарай ма балалар? Тапсырма түсінікті болса, бастадық. Ал балалар, болдық па тапсырманы орындап? Маған айтыңдаршы, сабақ ұнады ма сендерге? Оқу қызметіміз қызық өтті ма? Несімен қызық өтті, кім айтады? Не үйрендік? Әр топтан. Әдия? Несімен ұнады бүгінгі сабағымыз? Пішіндерді үйрендік. Керемет. Сендерге несімен ұнады? Несімен? Пішіндерді үйрендік, е? Тағы да қандай жұмыс атқардық, Нұржолдас? Төрт бұрыш. Дұрыс, төрт бұрыш. Мына не? Сәйкестендіріп жабыстырма жасадық па? Ұнады ма сол тапсырмалар? Енді сендер ұмытпайсыңдар ма? Шеңбер, шаршы, төрт бұрыш, үш бұрыш пішіндерді анық айта аласыңдар ма? Күнделікті өмірде қолдана аласыңдар ма? Рахмет, жақсы. Сабағымыз аяқталды.